сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге осы бір сары жемістің қандай керемет пайдасы бар екендігін айтатын боламыз. Қышқыл әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп, түрлі вирустардан жоюда әсері пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасына хош иіске бөлейді, сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мұны білетін мамандар Илиадтағы мейрамханалардың маңайына осы өсімдіктің ағашын отырғызады. Келген қонақтар өздерін жайлы сезініп қайтадан бас сұғуға ұмтылады. Бір жағынан бұл да пайдалы кәсіптің біріне тигізіп жатқан көмегі. Мамандардың айтуы бойынша сары өсімдік адамның басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек теріге шыққан безе, өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Лимонды екіге бөліп ауырып тұрған мүшелеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтарды жоя алады. Сондай-ақ тырнағыңызға дерт пайда болып, тыныштық бермесе, лимонды басып қойсаңыз, көмегі тиері сөзсіз. Егер жылы сумен лимон өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды аурулардың алдын ала аласыз. Лимонды күнделікті пайдалану бетті тазалап қана қоймай, әжім түсуден сақтайды. Лимонды 4 бөлікке бөліп, ыдысқа салып, бөлмеге қойсаңыз, үйдегі ауаны тазалайды. Егер сізде астма, тұмау немесе аллергия сынды аурулар болса, мұрныңызбен иіскесеңіз, деміңізді ашып, рахатқа бөлейді. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.